көп адамдар қиярымның жапырағы сарғайып жатыр деп хабарласып жазып жатады маған. Оның себептері көп. Негізгі себептердің бірі паутиний клеш дейді, сосын трипси деген бар. Ұсақ жәндіктер, былайша қазақшасы. Сол жәндіктер мына қиярдың жапырағының астынан түсіп, сөлін сорып, сарғайтып, қуратып жібереді. Оны қалай анықтауға болатындығын айта кетейін. Мысалға мынау қиярдың кішкене ғана жапырағы. Осы жапырақтың жөндеп анықтап қарасаңыздар, бет жағы торланып сарғая бастайды. Осы жапырақтың астын қарасаңыздар, осындай аппақ, осындай тақ-тақ болып, анықтап қарасаңыздар, лупамен немесе бір анықтап көздеріңіз өткір болса анықтап қарасаңыздар, паутиний клеш болады, немесе трипси болады. Мына осы жапырақты жақсылап қараңыздар.